WhatsApp'tan окушу болсун, жаңағы не болмаса басқа біреу болсын жіберген сообщенияны қайтып өшіріліп қалған сообщение, яғни хабарлама жазушы өшіріп тастаған сообщениясын оқуға болатын жолы бар. Ол үшін мына сілтемені басамыз да Play Marketке өтіп скачеттап аламыз. Бұның орысша нұсқасы жоқ, қазақша тем более жоқ. Өкінішке орай қазақша бір қазақ тілді бағдарлама бар деу, жаңағы жақсы сапалы орыстардың шығарған болсын қосымшалар жоқ. Бірең-сараң бағдарламалар бар, біз жасап аударма жасап берген туду болсын мысалға, сондай бағдарламалар. Қазір жүктелу процесі аяқталады, себебі бұның памяті өте көп емес, сондай бір кішкене ғана. Мына жерде мінекей акцепт деген жасыл, яғни келісемін деген сөз. Сіздер орнатушы болғандықтан всегда келісуді басасыздар. Мейлі компьютер болсын, мейлі ноутбук болсын, телефон болсын, акцептіні басқаннан кейін угроза дейді жаңағы. Yes дегенді басамыз, угроза емес, внимание. Бұл жерден yes-ті басамыз, тоже жасыл. Ең астында болады, өйткені W алфавит бойынша ағылшын тілінде астында ғой, мынаны тоже басамыз, разрешение береміз. Егер бұл шықпаса, вообще жақсы, бірақ шықса, разрешить беру керек. Разрешитті басамыз. Разрешение бердік, назад шығамыз, жоғарыда болсын, жаңағы назад, мына жердегі назад болсын, управлениедағы, назадты басып шығамыз да, автоматты түрде өзі загрузка жүреді. Содан кейін таңда дейді, жаңағы загрузка 1 минут жүру мүмкін, 30 секунд жүру мүмкін, 5 секунд жүру мүмкін. Таңда дейді, жаңағы өшіп қалатын сообщенияларды оқитын приложениен. Сол жерде WhatsApp-ты аласыздар. Егер сіздерде WhatsApp бизнес болса, WhatsApp бизнесті таңдап қоясыздар. Мысалға мен екеуін таңдаймын. Next-ны басам, екеуін таңдағаннан кейін Next-ны басамын. Так, Next болды. Мына жерде сохранить файлы, yes, saves files таңдаймыз, жасыл. Разрешение береміз, разрешить. В принципе болды. Енді әрі қарай тек қана бұл бағдарлама расымен жұмыс істей ма, жоқ па деген бір көз жеткізу үшін осының орнатылғанын күту керек. Содан кейін тексеріп көреміз, көзіміз жеткізіп көреміз. Расымен өшіп қалған сообщенияларды оқу мүмкін бе? Әрине, өтіп кеткен, ескіріп кеткен сообщенияларды бір жеті өтіп кеткен, допустим, осы программа орнатылмай тұрып, мүмкін емес, өкінішке орай. Бірақ осыдан кейін енді мүмкін, орнатқаннан кейін. Мысал ретінде жазайық. Мына сообщенияда мен өзіме қазір екінші WhatsApp-қа хабарлама жіберейін. Так. Жоқ, былай емес, кәдімгідей. Дұрыстап қазақша жазайын, сәлем, қалайсың? Содан кейін сау бол, айналайын. Сәлем бермей ұмытып кеттің, допустим, ренжіп жатыр. Содан кейін удалить етіп тастайды. Сосын передумал, мысалы, сау бол, айналайын деп тастайық. Өшіріп тастайық. Удалить у всех. Өшіріп тастадым. Даже сәлем, қалайсың, қалай берсін, мақұл жарайды. Енді жаңағы приложенияға кіреміз. Remove-ке WhatsApp дегенді таңдаймыз. Өйткені WhatsApp-қа жаздым ғой мен. Мен мысалы WhatsApp бизнестен WhatsApp-қа жазғандықтан осыған келді маған хабарлама. WhatsApp-ты таңдаймыз. Траля. Алу керек болса мінекей. Сәлем, қалайсың? Сау бол, айналайын, 17:25. Сәлем бермей ұмытып кеттің. Мен өшіріп тастаған сообщение сау бол, айналайын. Мінекей. Көріп тұрсыздар ғой. Сау бол, айналайын жоқ. Хотя ол мында бар. Сау бол, айналайын. Осылай